Қазір сіз Афина фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыз. Көруіңізге жағымды болсын. Абдельдің кіші інісін 3 полицей қатты ұрып, ол ауруханада қайтыс болды. Ер адам барлығынан сабыр сақтап, тәртіпсіздікке жол бермеуді сұрады. Алайда ортаңғы ағасы Карим өз бандасымен полиция бөлімшесіне келді. Ол, журналистер жаққа молотов коктейлін лақтырып, содан кейін балаклава киген жастар полиция бөлімшесінде бүлік шығарды. Карим жігіттеріне қару табуды бұйырды. Полицейлердің шағын жасағына қоқыспен тағы бірнеше жанғыш бөтелке лақтырылды. Көп ұзамай сейф табылды. Олар оны аша алмайтындықтан өздерімен бірге алып кетуге шешім қабылдады. Тактикалық жабдықтармен бірге сейфті бұрын ұрланған полиция фургонына апарып, ішіне тиеп қойды. Шабуыл сәтті өтті. Енді топ шегініп, өздерінің туған Афина ауданына қайталады. Мигранттардың балалары қуанып жүр, өйткені олар бүгін жеңіске жеттік деп ойлайды. Ал қолға түскен қарумен олар билікке әрі қарай қарсы тұра алады. Біз бұл соғыста жеңеміз. Біз оларға көрсетеміз. Алайда Афинаға келгенде түсінбеушілік болды. Каримнің бандасына кірпіштер мен бөтелкелер лақтырылды. Жергілікті тұрғындар оларды полиция деп ойлап көліктеріне шабуыл жасады. Бүлікшілердің қолына 30 полиция формасы мен рация түсті. Енді олар өздерін полиция ретінде көрсетіп, оларға қарсы тұра алады. Қарапайым тұрғындар болып жатқан жағдайдан шокта. Өйткені жастар олардың үйлерінде баррикада құруға дайындалып жатыр. Карим полициямен соғысуды көздеп отыр. Олар кіші інісі Идерді өлтіргендерді тапсырмайынша тоқтамайды. Спорттық киім киген жастар ары-бері жүгіріп, ауданға кіретін жолдарды бекітіп жатыр. Бұл жерге полиция жасағы келе жатыр. Олардың міндеті баррикадаларды әлсірету, кешке полиция күшті шабуыл жасай алу үшін. Сонымен қатар Афинада сириялық террорист Себастьян жасырынып жүргені туралы ақпарат бар. Жас полицей Жеронды үйінде қызы күтіп отыр, бірақ қазір ол ең қауіпті жерге аттануы керек. Бүлікшілер полицейлерге фейерверктер атып, жанғыш бөтелкелер лақтырып жатыр. Бандит Мактардың өз мәселесі бар. Ол ауданнан үлкен мөлшердегі кокаинді шығарып кетуі керек. Ол өзін жедел жәрдем қызметкері ретінде көрсетіп, кедергіден өтуді жоспарлап отыр. Сырт көзге олар қауіпті аймақтан науқасты шығарып жатқандай көрінеді. Мактар тауарды орманда жасырып, жағдай тынышталған соң қайтып алмақ. Алайда Карим өз адамдарына ешкімді өткізбеңдер деп бұйырды. Полиция келіп қалды. Бандиттер қашып, жасырынуға мәжбүр болды. Мактар бүлікшілерге тиіспеу үшін оларға тапаншамен қорқытты. Бірақ жігіттер оның сөмкесінде не бар екенін және қай жақта екенін білгісі келеді. Карим бандитке барлық қаруын беруді ұсынды, сонда оларды босататынын айтты. Бірақ оның орнына олар кальянханаға тығылды. Ересектер алаңдаулы, өйткені жастар олардың үйлерін қиратып, тіпті біреуді кездейсоқ өлтіріп қоюы мүмкін. Шұғыл эвакуация қажет. Кейбіреулер Абдель бауырын сөйлесіп тоқтата алады деп үміттенеді. Басқалары террорист Себастьяннан қорқады. Абдель скультермен баррикадаларға жетті, бірақ Карим ол жерде жоқ еді. Сол кезде Себастьян ештеңе болмағандай гүлдерді күтіп жүрді. Абдель оны оңаша жерге баруын сұрады. Отбасылар ауданнан эвакуацияға дайындалып жатыр. Тұрғындар барлық заттарын қалдырып, кішкентай балалардың қолдарына алып үйлерінен кетіп барады. Себастьян ешкімнің көзіне түспеу үшін балабақшадағы орындыққа отырғызылды. Абдельдің туыстары Афинадан кетуге асықпайды, өйткені олар дәл қазір Идермен қоштасып жатыр. Бірнеше минуттан кейін Карим де келді. Бірақ бөлменің терезесін кірпіш сындырып, рәсімді бұзды. Абдель жақындарына эвакуациялануды сұрады, өйткені мұнда қалу өте қауіпті. Карим ағасынан бірден сытылып кетті. Қарындасы да қалып, соғысқысы келеді. Сен соғысты қаламайсың ба? Қазір емес. Соғыс әлдеқашан басталды, көрмей тұрсың ба? Қызғылт сары форма киген жауынгерлер Абдельді көріп, олармен бірге қалып, шайқасуға шақырды. Жақын жерде бейбіт тұрғындардың үлкен тобы полиция қоршауынан тыныш өтіп бара жатыр. Бірақ бүлікшілер тоқтамай, фейерверктер мен қоқыстарды өз туыстары мен көршілеріне қарай лақтырып жатыр. Абдель анасын тапты. Әйел үлкен ұлынан Каримге қамқор болуын сұрады. Бір кезде жағдай бақылаудан шықты.
Полицейлер дубинкамен ұрып, адамдарға бұрыш спрейін шашты. Мигранттар шатырға шығып, полицейлерге тоңазытқыштар мен басқа да үлкен тұрмыстық техникаларды лақтыра бастады. Мен сендерді жек көремін, доңыз тұмсықтылар. Түбіне дейін ішіңдер. Жоғарғы қабаттағы бір пәтерде қозғалу оңай болу үшін қабырғаларға тесіктер жасалды. Карим бөгде үйлерге басып кіріп, қажет нәрсенің бәрін алып кетуді бұйырды. Осы уақытта журналистер идерді полиция емес, арандату жасау мақсатында ультраоңшыл ұлтшылдар өлтіру мүмкін деген ақпарат алды. Каримге полицейлердің бұзып кіре алғаны туралы хабарланды. Көшбасшы көмек шақырып, полицейлердің қалқандарына жұдырықпен ұмтылды. Асфальтта құлап, бетіне су атылғаннан кейін де Карим қайта шабуылға шықты. Өткел қоқыс жәшіктермен жабылып, полицейлер шегінуге мәжбүр болды. Кеш түсті, бастапқы жоспар сәтсіз аяқталды. Абдел төбелеске қатысқан басқа ер адамдармен бірге тұтқындалды. Ескі танысы сарбазды босатты, бірақ ешқайда кетпеуін сұрады. Карим жаңалықтарға сенуден бас тартты. Бұл арандату емес еді. Полиция оларды жек көреді. Олар өлтіреді, біз де өлтіреміз. Олар зорлық тілінде сөйлейді, онда біз де зорлықпен жауап береміз. Карим бір полицейді кепілге алуды жоспарлады, сонда ғана оларды тыңдайды деп ойлады. Түнде полиция Афинаға жаппай шабуыл бастады. Ондаған полицей сап түзеп алға жүгірді. Олардың арасында жас әке Жером да болды. Көшені фейерверктердің жарығы жарқыратып тұрды. Балалар жараланған офицерді үйге сүйреп кіргізді. Полицейлер дубинкамен ұрып, өз адамын қайтару үшін бәрін соққыға жықты. Ғимаратқа жарық дыбыстық гранаталар лақтырды. Бір сәтте полицейлер фейерверктердің атқылауын күту үшін қорғаныс позициясын алуға мәжбүр болды. Карим алға шығып, олардың аяқтарының астына молотов коктейлін лақтырды. Кейбір полицейлер өртеніп, басқалары жан-жаққа қашты. Жером тұншығып, жерге құлап, әрең дегенде шетке еңбектеп кетті. Жергілікті тұрғындар көшелерде кепілге алатын адам іздеп жүгіріп жүрді. Сол кезде олар Жеромды байқап қалды. Бейшара уақытша тығылатын жер тауып, сол жерде жасырынды. Ол формасын шешіп, біреудің худисін киіп алды. Байқалмай кетіп қаламын деп үміттенді. Бостандыққа жету үшін бар болғаны бір қабырға ғана қалды. Бірақ оны бүлікшілер қайта көріп қойды. Полицей оларға тапанша кезенді, бірақ оны тез қарусыздандырып, аяусыз тепкіледі. Мактар да ауданнан шыға алмады. Оның адамдары еденді бұзып, тауарды ғимараттың астына көміп тастады. Ұрып соғылған Жеромды камераға түсірді. Егер кінәлі полицейлер жазаланбаса, олар кепілді өлтіреміз деп қорқытты. Абдел антитеррорлық топ келмей тұрып, Жеромды құтқару үшін қайтып келуге шешім қабылдады. Ол кордоннан өтіп туған ауданына оралды. Халық оны көріп қуанып кетті. Олар сарбаз енді біздің жақта деп ойлады. Бірақ Абдел бірден кепіл ұсталып отырған жерге барды. Оның ағасы ақылынан адасқан сияқты. Бұл үшін кемінде 10 жыл түрме жазасы беріледі. Бұлай болмайды. Олар дәл осыны күтуде. Сен менімен жүресің, ешқандай драма жоқ. Идерді бәрібір қайтара алмаймыз. Біз анамыз туралы ойлап, үйге қайтуымыз керек. Бірақ Карим ағасын сатқын деп атап, оған түкірді. Идердің орнына сен өлгенің жақсы ет деді. Абдел кепілді ұстап, онымен бірге қашты. Карим олардың артынан оқ атты. Басқалары да фейерверктермен атқылай бастады. Олар сыртқа шығып, есікті жауып үлгерді. Бірақ қашып кете алмады. Полиция өз адамын танымастан, Жеромның аяғына резеңке оқпен атты. Олар екі оттың ортасында қалды. Олар кальянханаға тығылды, онда бандиттер де жасырынған еді. Мактар бұрын Абделге көмектескен, оны бауырым деп атайтын. Бірақ ол досының полицейді алып келгенін көріп ашуланды. Терең қазуға тура келеді. Оны өлтіріп, осында көміп тастаймыз. Абдел керісінше полицейді құтқарып, батыр болуды ұсынды. Мактар келісті. Ол полицейді шоколадпен тамақтандырып, жеміс сүтін берді. Каримге анасы қоңырау шалып, ол жақында үйге қайтатынын айтты. Бірақ кейін кальянханаға келіп кепілді қайтаруды талап етті. Ол жаңғыш қоспа құйылған бөтелкені тұтатты. Абдел оны тоқтатуға тырысты. Сол сәтте полицейлер арт жағынан келді.
Карим бөтелкені лақтырмақ болды, бірақ атылып, өзі тірідей жанып кетті. Абдел отты өшіріп, оның алдында тізерлеп отырды. Ол тағы бір бауырынан айырылды. Жылап отырып, оның денесін жауып қойды. Бірақ кейін ашуға булығып, Мактарды ұрып өлтірді. Бүлікшілер жаңа көшбасшы ретінде Абдельді қабылдады. Абдел полицей досына қоңырау шалып, «Мен Идирді өлтірген полицейлердің бастарын қалаймын. Сендерге 1 сағат уақыт. Әйтпесе оны өлтіремін» деді. Жаңалықтарда бүліктердің ондаған қалаға таралғаны айтылды. Себастьян сейфті жарып, ішінен автоматтар мен мылтықтар шықты. Ол газ құбырларын бұзып, барлық жерге газ баллондарын қойып, пәтерлерге бензин төкті. Абдел камераны қосып, Жеромның басына тапанша тіреп, оқ атты. Оқтар оның жанынан өтті. Кейін бүлікшілер ғимаратты жарып жіберуді жоспарлап жатқанын түсінді. Көпшілігі берілуге шешім қабылдап, тізерлеп отырды. Ғимаратта тек Абдел мен Себастьян қалды. Ақыры күшті жарылыс болып, 7-ші қабатты жойып жіберді. Соңында белгілі болды. Идирдің өлтірілуін ультраоңшылдар полицей формасын киіп жасап, кейін барлық дәлелдерді орманда өртеп жіберген.